Әмір Темірдің қабірі қарықсатқан дейді. Оған керікті кім сыйлады? Ал қылышына Наполеон қызыққан ба? Бүгін біз ұлы қолбасшы Әмір Темір туралы көпшілік білмейтін 5 қызық әрі жұмбақ оқиғаны баяндаймыз. Бірінші оқиға. Қабір қарғысы. 1740 жылы Иран билеушісі Нәдір Шах Самарқанды басып алып, Әмір Темірдің саркофагын алып кетпек болған. Сонда ол бір сұмдықтың боларын білді ме десеңші. Шахтың ұлы белгісіз дертке шалдығады. Сәйкестік пе, әлде қарғыс па, әйтеуір ханзада саркофагты орнына қайтарған соң ауруынан айыға бастапты. Ал 1941 жылдың мамыр айында Әмір Темірдің қабірі орналасқан Гөр Әмір кесенесінде қазба жұмыстары басталады. Бұған Сталиннің өзі қол қойып бұйрық еткен. Жергілікті халық қарсы болады. Олар қабірдің қарғысы барын білетін. Бірақ ғалымдар 19 маусым күні қабірді ақыры ашады. 2 күннен кейін Германия Кеңес одағына қарсы соғыс бастайды. Бұл жай ғана сәйкестік пе, әлде мұнда да қабір қарғысының қатысы бар ма? Белгісіз. Себебі қабірден ешқандай құпия жазу табылған жоқ. Екінші оқиға. Самарқандағы керік. Өзің ойла, орта ғасырлық Самарқан көшелерінде керік кетіп бара жатыр. 1404 жылы Мысыр сұлтаны Ән-Насыр Фарадж Әмір Темірге елшісін жібереді. Түрлі сыйлық тарту етеді. Оның арасында африкалық керік те болған. Онымен бірге 9 түйе құстың жеткені де мәлім. Керікке Самарқан ұнады ма жоқ па, оны ешкім дөп басып айта алмайды. Бірақ сол кезде керік жергілікті жұлдыз болған сияқты. Себебі 15 ғасырда оның құрметіне мынадай сурет салыныпты. Айтпақшы, Әмір Темірдің шахматында 2 керік тас болған. Мысырдан жеткен ерекше жануар ұлы билеушіге қатты ұнап қалып, арнайы шахмат фигурасын ойдырған секілді. Үшінші оқиға. Әмір Темір және Найзағай сұлтан. Әмір Темір даңқты қолбасшы. Ол Алтын Орда ханы Тоқтамысты талқандаған. Дели қамалын бұзуға оқталғанда алып пілдерге қарсы шайқасудан тайсалмады. Бірақ ұлы Әмір үшін Осман сұлтаны Баязид ең қауіпті қарсыласы болды. Баязид Балқанды бағындырып, Анадолыны жұмылдырып қол астына алған еді. Осы жеңістері үшін жұрт оны Найзағай деп атайтын. Одан бүкіл Еуропа сескенді. Бірде Темірдің қол астындағы адамдар Баязидтің жағына қашып кетеді. Қос билеушінің арасындағы араздыққа осы жайт себеп. Арада хат алмасу басталады. Ұлы Әмір хаттарында Баязид сұлтанға ілтипат танытуға тырысады. Бірақ Баязид оған кәрі итсің, қорқақ екенсің деп шамына тиеді. Сөйтіп жай ғана ұрыс үлкен соғысқа ұласады. 1402 жылы Анкара түбінде ашық шайқас өтеді. Әмір Темірдің әскері Баязидтің әскерін ойсырата жеңеді. Сұлтанның өзі тұтқынға түседі. Аңызға сенсек, Әмір Темір Баязидті өле-өлгенше темір торда ұстаған. Десе де Әмір Темір тұтқынына мейлінше құрмет танытқан көрінеді. Төртінші оқиға. Әмір Темірдің аттары балшыққа батқан күн. Әмір Темір ешқашан, ешбір жағдайда жеңілмеген деп ойлайтын шығарсың. Жоға, ұлы қолбасшылардың да сүрінетін сәті болады. Ол әлі Әмір атанбай тұрған кезде Темір Шағатай ұлысында билік үшін күрескен қолбасшы еді. Сол кезде оның басты қарсыласы Моғол ханы Ильяс Қожа болатын. 1365 жылы Темір мен Ильяс Қожа Ташкент маңындағы Шыршық өзенінің жағасында шайқасады. Кенет нөсер жауын жауып, айнала қалың балшыққа айналады. Елестетші өзің, адамда атта тізеден балшық кешіп жүр. Шайқаспақ түгілі аттап басу мүмкін емес. Соған қарамастан Темір қарсы жақтың қапталынан соққы беріп, оларды шегіндіреді. Бірақ дәл осы сәтте Темірдің одақтасы Әмір Хусейн қаша жөнеледі. Әскер саны азайған соң болашақ Әмір жеңіліп қала жаздайды. Бірақ көп ұзамай Темір қайтадан күш жинап, жаудың бәрін тізе бүктіреді. Бесінші оқиға. Әмір Темір қылышын кім ұрлады? Әмір Темірдің барлық даңқты жеңісі оның супер қаруымен байланысты. Сол қылыштың иесі ешқашан жеңілмейді деген аңыз бар. Екі ұшты Зұлпықар. Әли халифте де тап осындай қылыш болған. Қазір оның қайда екені белгісіз. Бұл қаруға атақты Наполеон Бонапарттың өзі құмартқаны мәлім. 1808 жылы Парсы елшілері Наполеонға Әмір Темірдің қылышы деп қару сыйлайды. Бірақ көп ұзамай оның Дағыстан шеберінің қолынан шыққан көшірме екенін біліп қояды. Наполеонның ашу ызасы басына шабады. Қылыштың жыры мұнымен бітпек емес. 1941 жылы Әмір Темірдің қабірін ашқан кезде ішінен қылыш табылып, кеңес маршалы Будённыйға тапсырылған дегенде аңыз бар. Араға жыл салып, ол сол қылышпен 5 диверсанттың басын шауыптымыз. Маршал өмірден өткен соң қылыш із-түссіз жоғалады. Ал көз тірісінде ол супер қаруы қайда жатқаны туралы ешкімге тіс жармапты.
18 ғасырда өмір сүрген парсы шахы Нәдір де осы қылышқа иелік еткен деген дерек бар. 1739 жылы Үндістанға жасаған жорығында ол Дели қаласынан Әмір Темір заманындағы көптеген қазынаны олжалаған. Соның ішінде қылыш та болуы мүмкін. Алайда Дағыстанға жасаған сәтсіз жорықта Нәдір шах қаруды шайқас алаңында тастап кеткен көрінеді. Супер қаруды қалайша бұлай тастап кетуге болады? Енді бұның бәрі аңыз ғой. Бұндай аңыздардан бөлек Әмір Темір өзінен кейін ұлы мұра қалдырды. Үндістаннан Европаға дейінгі созылған алып империя құрды. Самарқан, Бұхара, Хиуа мен Орталық Азияның бірнеше қаласын қайта түлетті. Оның дәуірінде мәдениет пен өнер гүлденді. Ал егер сен ұлы билеушілер жайлы ғана емес, басқа да қызықты тарихи оқиғалар туралы білгің келсе, Қалам Балам арнасына жазыл. Осы бейнеге лайк бас, жаңа шығарылымдарды қалт жібермеу үшін қоңыраушаны қақ. Әмір Темір жайлы естіген ерекше деректеріңді пікірге жазып кет.